Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке онлайн режимде өтініш қалдыру. Ол үшін сіздер мемлекеттік қызметтер және онлайн ақпарат ego порталына кіріп, жеке кабинет арқылы өтініш қалдыра аласыздар. Жеке кабинетке электронды цифрлы кілт арқылы кіресіз. Сертификат таңдап, жеке кабинетке өтеміз. Бастапқы мәзірде әлеуметтік қамтамасыз ету батырмасын таңдаймыз. Оның ішінде отбасыларға көмек, толық көрсету. Бұл жерде мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек батырмасын басамыз. Келесі бетте онлайн сұрау. Бұл жерде 4 қадам арқылы тексеріс өтеді. Бірінші, өзіңіздің мобильді нөміріңіз тұрады. Дұрыс болса сол нөмір қалдырасыз, және де тұрақты мекен-жайыңызды таңдайсыз. Егер өзгерту керек болса, бұл жерде мекен-жайды өзгерту арқылы мекен-жайды өзгертсеңіздер болады. Үй нөмірін көрсете аласыз. Біз мекен-жайды қалдыра береміз. Өтініш беруді тексеру. Мына жерде отбасы мүшелері бар болса, тағы да қосуға отбасы мүшесі қосамыз. Нұсқаулықпен танысып, таныстырымды басып, отбасы мүшесінің керекті санатын таңдайсыз. Таңдағаннан кейін ЖСН номерін жазасыз. Табыс сомасын көрсетіп, сақтауды басасыз. Өзіңіздің көрсеткен отбасы мүшесімен ақпараттарыңызбен тексеруге рұқсат беріп, отбасы мүшесін тексеруге жібересіз. Әрі қарай шот тексеруге өтеміз. Бұл жерге халық банкі бар, немесе Қазпошта. Бізде халық банкін таңдап, 20 санды банк шот номерін жазамыз. Қол қойып тексересіздер. Растап, одан әрі батырмасын басамыз. Тағы да электронды цифрлық кілтпен екінші растауды өтеміз. Қызмет туралы мағлұмат шығады. Бұл жерде сіздің өтінішіңіз қабылданғанын растайды. Өтініш қызмет көрсету күні 15 жұмыс күні ішінде сізге жауап береді. Осымен осылай өтініш бере аласыз.